Ассалаумалейкум. Бүгін біздер мынандай 3000-дық инкубатор плюс-минустан 100 жұмыртқа шығар. Примерно 3000-дай орын. Цепной механизммен соның барлығын ауыстырамыз. Вентиляторлардың үлкенде вентилятор қоямыз. Цептің орнына моторға актуаторлар қоямыз. Оны қойып болып біткесін тоже бөлісе жатармыз. Сондайдан 2 инкубатор қазір бізде. Құдай қаласа қалай жасап бітіреміз. Бірге қосып көрсетеміз. Осындай инкубатор. Терморегуляторлары ZL сол 79-18-ден екеуінде де тұр. Бұның бәрін сыртына шығарамыз. Размері почти 1,5-да. Биіктігі 1,95, ширинасы 88. Есігімен санасы сол 90-ға барады. Құдай қаласа тағы да жасап жатқасын, бітіргесін бөлісе жатармыз. Біздер бүгін мына инкубаторда жасадық, жәнегі несін вентиляторын ауыстырдық, кабельдерін қойдық, актуаторын қойдық. Пока біреуі, құдай қаласа екіншісін жасаймыз. Циферблатта примерно заданный 37,8, влажность 55, температура көрсетіп тұр. Примерно көрсек, қарасаңыздар, средний температура 37,6 көрсетіп тұр. Мысалы, бірінші датчик пен екінші датчиктің арасы 0,1 градус. Бірінші датчик бізде 37,6 көрсетіп тұр. Екінші датчигіміз 37,7, үшінші датчик 37,8, төртінші датчик 37,5, бесінші датчик 37,6. Яғни 5 датчик әр полкада орналасқан, әр яруста. Қазір мен сіздерге көрсетем. Примерно ашып. Қалай көрсетілгені жайлы. Жұмыртқасын алып тастадық. Бұған датчиктер әр положениеде тұр. Бірінші датчик, по-моему, астында датчиктер тұр. Екі датчик. Біреуі тұр. Екіншісі тұр. Одан кейін екінші жағын көрсетейін. Төбесінде бір датчик. Асты жағында бір датчик. Яғни кәдімгідей температура сондай қатты расхождение жоқ. 0,2-0,3 градус. Мен сіздерге қазір актуатор көрсетейін. Қандай актуатор қойдық. Бұл жерде біз қазір 2500-дей жұмыртқа тұр қазір. Актуаторымыз ақырында байланып жатыр. Жерде бұл жерде цепной моторчикпен тұрған, оны алып тастадық. Барлығы айланды. 600 килограммға дейін және де ылғалға 12 вольт вентиляторлар қойып тастады. Тенді мүлде алып тастадық, ол жай тұр 220 вольтқа. Қарасаңыздар, қазір влажность жұмыс жасап жатыр. Суды қалай қуаттылығы жоғары вентиляторлар. Осындай вентилятордың артында мен сіздерге қазір екінші инкубаторды көрсетейін примерно. Қандай болатын. Осындай үлкен инкубатор. 3000-дай, 2900 жұмыртқадай. Бұл жерде кабельдеріміз орнатылған вентилятордың артына. 9 метрдан 2 виток, және де 8 метрдан 2 кетті, және де актуатор қойып жатырмыз. Осындай. Ананың ішінде де осындай болады. Цепной механизм полностью алып тастадық. Осындай